Сәлем құрметті достар, ютуберлер. Жалпы доллар қымбаттаған сайын барлығымызда уайым алады. Ертең күні пәтердің, азық-түліктің, машинаның бағасы көтеріледі, бірақ біздің табысымыз арта бермейді. Ал ютубқа видео түсіретін болсаңыз, сіз ақшаны доллармен табасыз. Бұл деген сөз, сіз қаншама видео түсіресіз ютубқа, сол видеолардың қаралымына қарай ютуб сізге доллармен ақша төлейді. Барлықтарыңыз белгілі, мяу-мяу дейтін көк трактор деген сияқты видеолар, сондай видеоларды бала-шағамыз көріп отырады. Енді мен сіздерге айтқым келіп жатқаны, тура осындай видеоны сіздер де жасай аласыздар. Бүгін мен сіздерге сол, яғни сутін, мән мағынасын айтам, ары қарай оны мяу-мяуды гав-гав қылып, немесе басқа да бір оқиғалармен жалғастырып жіберсеңіздер болады. Және ол үшін сіз өзіңіздің түріңізді көрсетпейсіз, тек қана мен айтқан нейросеттерді пайдаланасыз. Ал енді іске кірісейік. Жалпы біздің бәрімізге танымал ChatGPT деген жасанды интеллектіміз бар. Ең бірінші ChatGPT-ға біз мынандай тапсырма береміз. Иллюстрациялық презентация үшін жылап, қуанып және тағы басқа эмоциялар бар. Әсерлі әңгіме ойлап табыңыз. Сызбаның сипаттамасымен ғана деген тапсырма бердім. Енді ChatGPT бұл жасанды интеллект, кәдімгі адам сияқты ойланып, сенің сұраған сұранысыңа әдемілеп тұрып жауап береді. Мінекей. Әсер әңгіме, мысық баласы тұмсықтың сезімдер әлемі дейді. Кішкентай мысық баласы тұмсық жасыл шөптің үстінде отырады. Оның көздері үлкен қызықпен әлемге қарап отыр. Басында қызыл лента бар. Мұны оқиға маған ұнап тұрған жоқ. Басқа аянышты оқиға ойлап тап деймін. Оқиға ойлап тап. Неге басқа аянышты оқиға ойлап тап деген кезде кішкентай сұр мысықтың баласы тырнақ жапан далада отыр, оның көздері мұңды, құйрығы салбыраған, айналасында жапырақтар ұшып жүр, аспан бұлтты дейді мұны. Енді осы суреттің сипаттамасын мен көшіріп алам, яғни копировать етіп. Енді жаңа чат создавать етем. Және жаңа чатта мінекей обзор GPT деген жері бар мінекей. Обзор GPT-ді басатын болсақ, бізде мінекей бүкіл GPT-дің дайындап қойған сценарийлары шыға келеді. Осы жерде мен Midjourney деймін, өйткені суретті бағанағы аталған суреттің сипаттамасына суретті генерация жасайтын екінші нейросет бұл Midjourney деп аталады. Неге Midjourney-ді аштым? Ең бірінші тұрған көкпен белгіленген Midjourney-ді ашамыз. Осыны басамыз Midjourney-ді, астына начать чат дегенді басамыз. Және бағана кішкентай сұр мысықтың баласы дегенді осы жерге қоямыз. Және бұл енді ChatGPT өзі бірінші оқиғаға құрастырып берді. Сол оқиғаны алып осы жерге ендірдік. Және сол екінші ChatGPT Midjourney-ға арналған команданы, промптты жазып берді бізге. Неге ең бірінші тұрған кодты алып, копировать етем. Және Discord-қа кіріп, Midjourney бот дегенге кіреміз. Және бағанағы ChatGPT генерация жасаған мәтінді осында қоям мінекей. Қойдым. Және Enter басам. Енді Midjourney-дағы, яғни Discord-дағы Midjourney боты маған бағанағы берілген суреттің сипаттамасы бойынша сурет жасап береді. Неге Discord-қа кірдік, амынан уже ендірем дегенше суретін дайындап қойыпты. Яғни мына жерде өзімізге ұнаған бір суретті аламыз. Дәл қазіргі уақытта маған ұнап тұрғаны. Төртінші сурет ұнады. Мен болған U4 деген батырманы басамын. Төртінші суретті маған үлкейтіп жасап берді. Және мен бұны екі оң жақтағы батырманы басып, сохранить изображение дегенді басам. Және үшінші қолданатын жасанды интеллектіміз бұл Runway, яғни осы суреттерді видеоға айналдырады. Runway деген көріп отқандарыңыздай бұлай жазылады app.runwayml.com деп. Неге суретіміз Runway-ға жүктелді. Енді мына жерге animated деп жазамыз. Анимациялап бер деген мағынада. Неге бірінші видеомызды анимациялап жатыр. Бірінші фотомызды. Астындағы сол жақ бұрышындағы Reset All Setting'ті басу арқылы жаңа суретімізді ендіреміз.
Мінекей видеомыз уже дайын. Мінекей. Мынау видеода басқаша генерация жасап жүріпті, сондықтан да бұны қазір мынаны генерация жасай салайық. Мынау астындағы стрелканы басу арқылы басынан генерациялаймыз. Мінекей мынау суретіміз видеоға айналдырды. Мынау жерде артқа қарай шауып тұрып жүріпті. Бұны да мұны резетті басамыз. Және басынан генерация жасаймыз. Мынауымыз әдемі шықты, мінекей жапырақтардың ұшып жүруі. Бұл видеоны жүктеп алу үшін download деген батырманы басамыз, мінекей. Және видеомыз сақтап аламыз. Мінекей мынау видеомызда дайын болып қапты. Көрейік қалай генерация жасаған. Бұны әдемілеп мысықты тастандылардың арасында анимация жасапты. Яғни тура осы әрекеттерді қайталау арқылы біз мінекей толыққанды 10 секундтық немесе 20 секундтық видеомызды генерация жасап, қазір монтаж бағдарламасында барлығын басын біріктіреміз. Дәл қазір сіздерге түсінікті болу үшін мен VN деген бағдарламаны қолданам. Және мұны VN-ді ашу арқылы мына жерде телефонда да бар ол VN деген бағдарлама. Новый проектті басам. Осы жаңа жоба басталған кезде мен бағанағы жасаған видеоларымды үстіне жүктеймін. Мінекей жасалған видеоларымды VN-ге жүктедім. Және мына монтаж несіне бүйтіп тастаймын, тартып. VN дегенді өшіріп тастаймын. Видеоларыңыз қызық болу үшін мен өзім қысқартып қоям. Мінекей видеомыз дайын. Енді астына мяу-мяу дейтін музыканы қоямыз. Қасындағы использовать деген батырманы басу арқылы музыканы өзіміздің видеоларымызды астына түсірдік. Мінекей басына бастап қойсақ, видеомыз шыға келеді. Және осыны жоғары жақтағы оң жақ бұрыштағы экспорт батырмасын басу арқылы, мінекей жоғарыдағы экспортты басу арқылы бүкіл жасалған фотоларымызды видеоға айналдырып, видеоларымыздың барлығын жинап, астына музыкасын қосып, YouTube-қа арналған видео қылып жасадық. Және осыны енді YouTube-қа жүктейміз. Оның алдында мен тура осы жасалған осындай видеом, қазір қанша просмотр жинаған көрсетем. Мінекей оның алдында тура осы тақырыпта жасаған видеом менде 5200 қаралым жинады. Және тоқтамай осылай қызық қып түсіре беретін болсам, оның қаралымы көтеріле береді. Және тура бағанада жасанды интеллектпен жасаған видео менде 1,5 миллион қаралым жинаған. Бұл «Открываю двери без ключа» деген Ирина Қайратовнаның клипі. Тура бағана көрсеткенде фотоны видеоға айналдырғандай, видеоны видеоға айналдыру арқылы осындай видеолар жасауға болады. Және сол арқылы қаралымдарыңызды YouTube-қа жүктеп, табыстарыңызды арттыра бересіз. Әрине сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. ChatGPT, Midjourney, бағана көрсетілген видеоға айналдыратын Runway, олар ақылы ма деп. Иә, ақылы. ChatGPT $20 көлемінде тұрады. Midjourney $30 көлемінде тұрады. Айына. Runway
$90 көлемінде тұрады. Және ода бір шектеу жоқ. Мынанша видео жасай аласың, мынанша фото жасай аласың деген шектеусіз дәл қазіргі уақытта жасап жатырмыз. Бірақ сіздер де оның әрқайсысына подписка жасауға мен ақшам құрта бергім келмейді дейтін болсаңыздар, біздің командаға қосылып, сол жасанды интеллектпен жасалатын подпискасы дайын компьютерге келіп, біздің командада болып, соларды өзіңіз тегін генерация жасай аласыз. Біздің командаға қосылу арқылы сіз тек қана бұндай инструменттерге қол жеткізуден бөлек дамушы, табысты ортаға қосылу арқылы үлкен белестерді бірге бағындыра аласыз. Біздің командаға қосылу үшін осы видеоның астындағы сілтемеге өтіп тіркеліңіздер. Біз сізбен байланысқа шығамыз. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар.